Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бізде ЖК Гүлдаладағы екінші біткен объектімізге толық шолу жасайық. Бізде мынау кіреберіс зонамыз. Кіреберіс зонада 1,20-да 60-тық кафель орнатылды. Және де қалған бөлмелердің барлығына ламинат орнатылған. Міне достар, қараңыздаршы, мына жерде ламинат пен кафельдің қиылысының өзі өте тамаша шыққан. Бұл біздің проф екенімізді көрсетеді. Жарайды достар, қалған бөлмелерге шолу жасайық. Міне бізде бұл кухня студия. Ал құрметті достар, енді кухня зонамызға обзор жасайық. Кухня зонамызда міне фартук орнатылды, және де жерде кафель. Жоғары жағымызға қарайтын болсақ, ночной потолок. Ночной потолокқа бізде трек кірді, және де керемет люстрамызды да орнаттық. Және де келіңіздер достар, мына жерде қарайтын болсақ, біз мына жерде керемет керамогранит орнаттық. Зато біз мынаны қойғаннан кейін, егер де застройщиктардың кінәсінен біздің тереземізден су ағатын болса, мынаны дереу сүрте қоямыз. Бұл біздің ерекшелігіміз деп айтсақ болады. Ал кеттік достар, енді келесі бөлмеге шолу жасайтын болсақ, бұл бізде спальня. Яғни бұл жерге клиенттің таңдауы бойынша керемет өзіміздің есігімізді орнаттық. Және де қараңыздар, черный ставка. Бұл үйдің өзінің көркін ашуға өте керемет үйлесімдік береді. Және де мына жердегі подсветкаға, мына жерде керемет айна болады. Айнаға керемет подсветканы да қалдырып қойдық. Міне кішігірім комната, ондай артық ештеңесі жоқ. Бірақ үйлесімді өзіне әдемі болып тұр. Келесі бөлме бізде санузел бөлмесі. Құрметті достар, енді біз толықтай санузел бөлмесіне шолу жасайтын болсақ, міне біздің жерде керемет кафель орнатылды. Және де мына бір стенаны қараңыздаршы достар, бір осы бөлмені ашып тұрғандай көрінеді. Кеттік. Келесі бізде Гроев фирмасының керемет инсталляциясы орнатылды. Және де мынаны қараңыздар достар, бізде бұл навесной шкаф. Навесной шкафтың өзі мынаның астында қараңыз. Аварийный ситуация болған жағдайда мынаны ашып, лезде су кетіп тұрған жерде жөндесек болады. Кеттік. Мына жерде бізде душта суды әртүрлі положенияда ағызсақ болады. Ендігі бізде міне айнамыз. Айнамыздың өте кереметі міне осындай жарық шамдарында. Және де мына жерге қарасаңыздар достар, мына жерде розеткамыз судан қорғайды. Ешқандай су өтпейді. Ал құрметті достар, бұл бізде екінші жатын бөлмеміз. Кіріп келе жатып, мына жерге қарасаңыздар, кішігірім гардероб орнатылған. Бұл жерге керек киім-кешектеріңізді осы жаққа іліп қойса болады. Кеттік, ары қарай обзор жалғастыратын болсақ, қарапайым осындай жаңағындай жоғары жағымызда ночной потолок және де ставкалар орнатылған. Ал мына жердегі подсветка бізге жаңағындай айнаға. Мына жерге бізде розетка қалдырдық. Ал достар, бұл бөлменің керемет атмосферасын тудырып тұрған мына бір жарық шамдар. Және де достар, бұл бөлмеде тағы бір артықшылық бар. Артықшылықтарының бірі жаңа біз жаққан выключатель мен мына бір выключательдің бір-бірінің байланысы. Біз бұл бір ғана выключатель арқылы бөлмені сөндіре аламыз. Осыменен бізде толық шолу аяқталды. Бізді көргеніңізге рахмет. Сау саламатта болыңыздар.